мемлекетіміз бетін бүркегендерге айыппұл салады екен, қуанып қалдым. Себебі өзі адасып және елді адастырып жүрген топтар өте көп. Мынау харам, мынау халал деп сонымен бастарына қатырып жүрген кезде жандарынан өмір жайлап өтіп кетіп бара жатыр. Дін, мен үшін дін, ата-анаңды құрметте, бауырларыңменен тату бол. Арақ ішпе, темекі шекпе, ұрлық істеме, өсек айтпа. Жеңіл жүріске барма, арыңды сақта. Міне, мен үшін дін осы. Мына шексіз ғаламды Алла тағалам саған шектеліп өмір сүру үшін жаратқан жоқ. Бұл ғаламда қалағаныңды жаса, оқы, ізден, дамы. Мен бала-шағама үнемі айтам. Кейін мен дүниеден өткеннен кейін жұма күні босағаларыңа келіп телміріп тұрмайтын болайын деп. Біздің үйде қалыптасқан бір үрдіс бар. Ол сенім, ол наным, ол салт, ол дәстүр. Әке шешем ұстанған, ата бабам ұстанған. Жұма күнгі таңды жеті шелпектің иісімен қарсы аламыз. Жеті шелпек пісіреміз, Құран бағыштаймыз әруақтарға. Әруақ сыйлаған қазақпыз, әруақ сыйлаған халықпыз. Сондықтан да бұл менің дінім. Әкем ұстанған, шешем ұстанған, менің көзімді ашып көргенде, ақыл есім кіргенде көргенім, әке шешем, ата бабам ұстанған жол. Бұл жол менің дінім. Ақыретте жауап бересің, тозақта күйіп жанасың деп мына көптеген жастардың миын улап тастаған. Әй, мына қамшының сабындай қысқа ғана өмірде рақаттан өмір сүріңдер шеш. Ел көріңдер, жер көріңдер, дамыңдар, спортпен айналыс, дұрыс тамақтан. Ата-анаңды сыйла, құрметте, бауырыңмен тату бол. Отбасыңа адал бол, ешкімнің ала жібін аттама, ұрлық жасама. Ешкімге кесіріңді тигізбе. Осының бәрін элементарны бала күнімізде ата-анамыз мына құлағымызға құйып өсірді ғой. Неге өмірді солай қиындатасыңдар? Любой жерге келіп, ислам дінін тыға бересіңдер, анау харам, мынау харам, анау болмайды, мынау болмайды деп. Элементарны мына қолыңдағы ұстап отқан телефонды қарағытай шығарған жоқ па? Олар не ислам дінін ұстана ма? Олар 5 уақыт намаз оқи ма? Олар дамып жатыр ғой. Даже Жапонияның өзі 50 жыл, 100 жыл даже алда келе жатыр. Дамып кеткен. А біздер әлі жүрміз дінмен алысып. Алла бар, Алла жоқ. Мына өмір дейтін мына саған мына өмір берілді ма саған? Мүмкіндік берілді ма? Өміріңді сүршеш. Адамның миын уламай. Біреулер айтады, орамалды шешіп атыр, біреулер киіп атыр. Шатағың қанша сенде? Өз өміріңді сүр. Саған өмір бір-ақ рет беріледі ғой. Ақыретте, тозақта, ана жаққа барып келген ешкім жоқ былай қарағанда. Рахаттанып өмір сүр. Ой Алла, біздікілер әлі сол баяғы жартас, сол жартас әлі дінмен алысып жатыр. Қай әлеуметтік желіге кірмесең де, сол имамдар мен атеисттер бір-бірімен қырылып жатыр ғой, соғысып жатыр. Не жетпейді сендерге? Мына қазақты дейтін топас қылып болдыңдар ғой уже. Дамыңдар шеш, бірдеме шығарыңдар шеш. Сөзім жоқ. Өмір ғажап, өмір тамаша сүріп білген адамға дейді. Әлі сол баяғы жартас, сол жартас әлі қақсап келатыр. Андай, мындай. Оның бәрін біз кезінде ата-анамыз миымызға құйып өсірді. Любой баланың миында сана сезімі бар. Что-то соңғы кездері біздікілер адамдар кәдімгі негативный болып баратыр. Себеп неде? Себеп айтасыздар, айтпайсыздар. Короче, былай. 16 желтоқсанды бәріміз білеміз, мереке ғой, я. Енді 16 желтоқсан бұйырса күтіп аламыз. Одан кейін Новый год қой. Новый год туралы айтайын деп едім ғой мен. Халяльный адамдар жандарыма шейін, имамдар ма, білмеймін, кім, нандай нәрсені қойындаршы. Мен балаларыма түсіндіргім келеді, то, что елка это харам.
ассалаумағалейкум деп. Достар, бала шағаңның психикасы құртпаңдаршы. Новый годты неге тойлайды деп жанынан кетші бар. Кетші. Адам нерсі тимеңдер. Сендердің сенімдеріңе біреуге айтып жатқан жоқ қой. Неге сен исламды бүйткені сөйтіп жатсың, неге бүйтіп жатсың, а? Демейміз ғой. Дұрыс па? Әр адам өзің білгенін істеп жатыр. Ваххабистердің бар ма, басқасы бар ма, жүре берсін деп жатыр. Үндеп жатқан жоқпыз. Енді келіп ап өздерінің балаларының мечталарын, Дед Мороз бар дегенге сене берсін, потому что біз де сендік. Потом 12-13-ке толғаннан кейін уже, ол өтірік екен ғой деп өзіміз начали уже признавать. Балаға праздник құртпаңдар, сосын туған күн харам дегенді тастаңдаршы. Не ол? Елді өздеріңнің нелеріңді, сенімдеріңді басқа біреуге навязать етпеңдер. Шынымен исламда жүрген, шынымен мұсылман адам, шынымен Құран оқып, намаз оқитын адам ешкімге барып навязывать етпейді. Музыка харам, туған күн харам деп, бірақ өздері насып аятып, қымызды арақпен ішкен кезде халал bitches дейді. Достар, Новый годты тойлайтын адам тойлайды, тойламайсыңдар ма, көттерін қысып отырыңдар. Біреудің празднигін құртушы болмаңдар. Өздерің туған балаларыңа Новый год деген харам уа деп баламен бала болып салғыласпай қойыңдаршы. Сосын андай бір жындар шығып жатыр, шеке әңгіме айтып жатыр. Елканы өртеп тастаймын, это харам деп. Қыз. Не болды? Не болды? Өз сеніміңді өзіңе. Сен дейтін мұсылманский странада жүрген жоқсың. Қазақстан саған мұсылманский страна емес. Бар, Иранға бар, Афганистан, Иракқа кет, сояқта елканы өртейсің ба, басқаны өртейсің ба, білгенің істе. Біреуге жақсылық жасайсың ба, мүмкіндігінше жасырын жаса жақсылықты. Бір мысал айтайын, бір бай болыпты, жаңағы бір ауылда. Бірақ бай болғанымен сол ауылдағыларға мүлдем жәрдем бермейді екен, өзі. Қараспайды екен. Керісінше сол ауылда бір наубайханашы мен бір қасапшы бар екен. Біреу ет сояды, біреу нан істеп сатады дегендей. Сол екеуі ғана жаңағы ауылдағы мұқтаж жандарға жәрдем беріп тұрады екен да. Жаңағы етпен жәрдем береді, біреуі жаңағы немен нанмен жәрдем береді, ет таратып, нан таратып дегендей. Не керек, бір күні жаңағы бай қатты науқастанып ауырып жатып қалады. Ауылдан бірде бір адам бармайды ол кісінің көңілін сұрап. Сол ауруынан қайтыс болады. Жаназаға да қатыспай қойды ғой ауылдың адамдар. Сол-ақ екен мынау жаңа ет таратып жүрген мұқтаж жандарға, нан таратып жүрген наубайханашы мен қасапшы да өзінің мына игі істерін тоқтатады. Яғни ет таратуды тоқтатады, нан таратуды тоқтатады. Ауылдағылар таңғалады. Олар неге тоқтатты дегенде барып сұрайды. Сендердің мыналарың қалай түсінуге болады? Неге тоқтаттыңдар сауап істеріңді деп. Сол кезде айтады ғой жаңа екеуі. Бай қайтыс болды. Сол бай бізге ай сайын ақша бөліп тұратын. Мына ауылдағы адамдарға ет таратып тұрыңдар, нан таратып тұрыңдар деп. Көрдіңіздер ме? Бұл өмірлік мысал. Енді кейбір адамдар бар, жасыратын жоқ. Бір қап ұн таратса да, 5 литр май таратса да, 2 пакет макарон таратса да, жарияға жар салып, оны әлеуметтік желіге жүктеп, осындай бір әрекеттерге барып жатады.